Сәлеметсіздер ме қымбатты достар, сіздермен бірге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан белгіленген кесте бойынша міндетті зейнетақы жарналары мен кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін алуға кімдердің құқығы бар? Сұраққа жауап берейік. Бірінші кезекте әрине бұл зейнеткерлік жасқа жеткен адам. Тиісінше 63 жастағы ер адамдар, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 60 жасқа толған әйел адамдар. Олардың зейнет жасы жыл сайын 6 айға ұлғайтылып, 2027 жылы 63 жасқа жетеді. Жасына байланысты зейнетақы мен мемлекеттік базалық зейнетақы тағайындау, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен төлемдер алу үшін бірыңғай өтінішпен және құжаттар топтамасымен тек азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет. Алушылардың екінші санаты, егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, бірінші және екінші топтардағы мүгедектігі бар адамдар. Азаматтардың осы санатты төлемдерді алу үшін тікелей бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры кеңсесіне немесе сайттағы электрондық қызметтер бөлімі арқылы хабарласуы қажет. Зейнетақы төлемдерін алу үшін қажетті құжаттардың тізімі npf.kz сайтында толық көрсетілген. Зейнетақы жинақтарын бір рет бір-ақ алу мүмкіндігі, алушының өтініш берген күнгі зейнетақы жинақтарының сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда ғана беріледі. Бүгінгі тақырыпта сіздер үшін қызықты әрі маңызды болды деген үміттеміз. Сіздермен болған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пайдалы ақпараттан қалыс қалмаңыз.